Баршаңызға қайырлы күн демекпін. Бүгінгі шығарылымда қазақ тарихында ашылған нөмір 3 мектеп, Жетісу өлкесіндегі тұңғыш білім ордасы Мамания мектебі туралы сөз етпекпін. Жалпы қазақ даласы 19 пен 20 ғасырларда заманауи үлгідегі мектептерге мұқтаж еді. Барлық мәселе әрине елін ойлайтын нар тұлғаларға және де ең бастысы қаржыға келіп тірелген еді. Осы кемшіліктің орнын толтыру мақсатында сол заманда Атымтай Жомарт меценат атанған Жәңгір хан осы жолды бастап берсе, жетісулық меценаттар Маман әулеті осы істі жалғастырды. Бір қызық дерек айтайын, президент Қасым-Жомарт Тоқаев Талдықорған қаласына ресми сапармен келіп, жергілікті зиялы қауыммен кездескенде, алғашқы қазақ ағартушылық мектептерінің бірі Ақсу жерінде ашылған Мамания мектебі ұлт руханиятына айрықша үлес қосты. Бұл қазақ тарихындағы білімге салынылған инвестицияның бастау көзі болатын деді. Қазақтарда бір Мамановтар мектебінен басқа мектеп, медресе жоқ деп, тіпті оқыту үшін қайғырушы бір адам жоқ деп, Айқап газетінің 1912 жылғы нөмірі 3 санында Сабыржан Ғаббасов Қапалға да айтуды мақаласында жазған еді. Қарағаштағы Маман әулетінің қаржысына салынған Мамания мектебі 1899 жылы ашылды. Маман Құттың ұлдары Тұрысбек, Сейітбаттал, Есенқұл қажылар мен Тұрысбектің ұлдары білікті мұғалімдерді жан-жақтан шақыртумен алдырып отырады. Яғни сапалы білім мен өнегелі тәрбиеге қатты көңіл бөлінгендігі байқалады. 1913-1914 жылдары Мамания мектебінде 17 мұғалім, 200 шәкірт болған екен. Мамания мектебінің алғашқы түлектері Біләл Сүлейұлы, Әбубәкір Жайшыбекұлы, Маманұлы Ыбырайым, Ілияс Жансүгіров, Бағрамұлы Айсейіт, Ермектасұлы Мейірман, Кедесұлы Бейсенбай сияқты тағда басқа тұлғалар болған. Бір таңғаларлық жайт, Мамания мектебін бітірген шәкірттер басқа қалалардағы оқу орындарына еркін түсе алған. Өзімнің сүйікті сөздерінің бірі, біреу білсе біреу білмес, Маманның ұлы Есенқұлдың тарихта атын шығарған қайырлысы 1914 жылы қазақ жазушыларына арнап тұңғыш рет роман бәйгесін жариялауы. Цитатасын келтірейін. Таза қазақ тілінде және таза қазақ тұрмысынан роман жазушыларының бәйгесіне 2000 сом ақша тігемін. Жазушылар бірнеше кісі болса да, олардың жазғандарын өзім белгілеген 3-4 кісілік бір комиссияның сынына беремін. Бәйге сол комиссия жақсы деп ұнатқан роман иесіне беріледі деген Қазақ газеті 1914 жыл 28 ақпан. Қазақ әдебиетінде қылам берген бұл тосын құбылысты қазақтың зиялы қауымы терең түсініп, ерекше бағалаған. Тұңғыш роман байқауына жеңіске жетіп, әдеби жүлдеге Сұлтанмахмұт Торайғырдың Қамар сұлуы мен Тайыр Жомартбайдың Қыз көрелік романы ие болған. Жүлде қоры негізінен 2000 сом болған, ол қазіргі ақша жүйесімен есептегенде 33 миллион теңгенің шамасында екен. Бұл әрине үлкен сома, сөйтіп Есенқұл Маманұлы тарихта ең алғашқы болып, қазақтың Атымтай Жомарты Альфред Нобель атанды. Қорытындыласам, елімізде қоғамдық проблемалар өте көп. Оның шешу жолы бір-ақ, ол ағартушылық. 19 ғасырда басталған бұл істі, Құдайға шүкір, 21 ғасырда да жалғасын тауып келеді. Айтпағым, Алтынсарин академиясы стипендиялық бағдарламасы да осы жолмен, яғни елімізге жаны ашитын патриоттар және де ең бастысы меценаттардың қолдауымен осы асыл істі өскелең ұрпақтарымыз жақсылығын көріп келеді. Қазір сондай бір кезең болып тұр, бұл іске қаражат бөліп жатқан меценаттар бар, және бұл қаржыға заманауи білім алып жатқан шәкірттер бар. Және осы екі тарапты байланыстырып тұрған Алтынсарин академиясы бар. Жақсы күндерде жолыққанша, рахмет.